Көк теңіз туралы аңыз. Төртінші бөлім. Мырза, кеше түнде ауыл ішінде бір түрлі жағдайлар болды. Аулада жайылып тұрған киімдер мен аяқ киім жоғалып кетті. Оның орнына бағалы інжу қойып кеткен. Інжу деймісің? Мәссаған, бірнеше киімді алып кетіп, орнына інжу қойып кетті. Сондай ұра біздің үйге дегесе ғой шіркін. Ей, Қоңыран, сенің киімдерің тең жартысы алтынмен, інжумен және күміспен көмкерген емес пе? Кешіріңіз, сіздің әйеліңіз болсам да сондай қызғаншақпын. Жарына дұрыс көңіл бөлмеген соң, сол бос орынды осылай толтырған түрім ғой. Менің айтпағым, Қоңыран, сенің көйлектеріңді алтынмен безендіріп беремін. Сонда қашан? Менің жұмысым басымнан асып жатса да, не үшін су перісін ұстап алуға тырысып жүр деп ойлайсың? Егер мен су перісін қолға түсіріп, оны өле-өлгенше қолымда ұстайтын болсам, оның әрбір көз жасы інжуге айланатын болады. Сөйтіп сенің әрбір қадамыңды інжумен әсемдей аламын. Су перісін ұстаудың айласын таптыңыз ба? Ол бәрбір ауылға қайтып келеді, солай емес пе? Чоң қызметші. Иә, су перілері бұрыннан бері ауылға келіп, біреудің киімдерін киіп немесе тамақтарын ішетін болса, міндетті түрде ақысын төлейтін. Ақысын сондай бағалы інжумен қайтаратын. Мырза. Ендеше, киімді ұрлаған сол су перісі ме? Сонда су перісі ауылға келген бе? Қалай? Ол су перілеріне тән қасиет. Су перісі өмірінде бір рет қана ғашық бола алады. Ол өз ғашығы үшін өмірін беруге де әзір. Осылайша су перісінің өмірлік махаббаты пайда болады. Ал бұл маған берілетін ерекше мүмкіндік. Чоң қызметші, былай істейік. Болыс басшысы су перісін тауып алғанға дейін сен одан бұрын табуың керек. Қоңыран, сен ауыл арасында тезірек су перісі туралы жаман қауесет тарат. Жаман қауесет дейсіз бе? Жаман қауесет дегеніміз, жақында болған қатты дауылдың кесірінен балықшылардың кемелері жоғалып, үйлер бұзылып, егістік құртылып, теңіздегі балықтар қайрандап қалғанына кінәлі әлгі су перісі дегендей. Су перісінің жағаға шығып, оны адамдарға ұстап алған күннен бастап жаман жағдайлар болды десек, шындыққа жанаса ма? Сен сондай ақылдысың. Бірақ әлгі су перісі ауыл арасында адам бейнесінде жасырынып жүр. Егер оны тоқтатпасақ, бұдан да бетер қиын жағдайлар болуы мүмкін. Көп адам қаза болып, қиын жағдайға тап болады деген қауесет тарады. 5 күннен кейін балық аулауға теңізге шығатын қайық бар. Олар онсыз да қатты дауыл бола ма деп уайымдап отыр. Адамның ақыл-ойын толқытатын қорқыныштан артық ештеңе жоқ. Болыс басшысы да бойларын үрей билеген қалыпқа қарсы тұра алмас. Солай деп ойлаймын. Әрине. Егер бәрі ойымыздағыдай болса, болыс басшысының су перісінен байланысы бар деп, оны да өлім жазасына тартатын боламыз. Олардың бұл махаббаты керісінше мені бақыт етеді. Өткен жолы ұсталған су перісі қайта оралды дейді ғой. Бұл туралы естідің бе? Кек алу үшін бе?
Қатты дауыл да сол су перісінің кесірінен болды дейді ғой. Тағы да қатты дауыл болатын болса, теңізге қайықпен кеткен күйеуім қайта оралмауы мүмкін ғой. Ендеше әлгі су перісін тезірек ұстап алып, оны өлтіруіміз керек қой. Иә. Бұл жерге келіп алып мұндай әрекет етулеріңізге болмайды. Тезірек қайтыңыздар. Сен шынымен де ақыл есіңнен адастың ба? Айналада қандай қауесеттер тарап жатқан туралы естідің ғой. Ал мынау әрекетің не? Мен оған өтініш айтқам. 22 қарашада менімен кездесуге келдік. Алғашқы жауған қарды бірге көрейік дедім. Бар болғаны сол. Жоқ, сен көзі ашық оқыған адамсың. Бұл жай ғана күнтізбе ғой. Тап бұл күні қар жауады деп пе едің? Дамырың, ол жерге барма. Ол шынымен де кездесу үшін судан шығып келсе, онда оның өміріне қауіп төніп тұр. Ал мен қол қусырып қарап отыра алмаймын. Шу! Әулетіңді ойласаңшы, әкеңнің абыройын ойла. Оңтүстіктегі Дачо аралы су перілерінің ең көп келетін мекені. Ауыл қарияларына тек бір ғана мүмкіндік бар екенін айтыңдар. Су перісі үшін ең қауіптісі олардың аяғы. Егер оның аяғын қатты жараласа, әлгі мекендейтін жерге қайтып орала алмайды. Егер оның аяғын қатты жараласа, онда ол тіпті өліп кетуі де мүмкін. Сондықтан алдымен аяғын жаралауды ұмытпаңдар. Көк теңіз туралы аңыз. Кісі өлтірді деген күдікпен ұсталған Ма Де Йонг Сеул абақтысынан қашып кетіп, қайда жүргені белгісіз болғанына осымен 3 ай болды. Оны тез арада тұтқындаймыз деген полиция мәлімдемесі әлі нәтижесіз. Ол қала тұрғындарының үрейін туғызды. Полиция Ма Де Йонгты қашып шығар кезде оған көмектескен сыбайластар болды ма жоқ па анықтай алмай отыр. Нағыз ақымақ екен. Полиция әлі күнге дейін оны іздеп жатыр. Апай, соя тұздығындағы шаяндарды да салдыңыз ба? Ой, мен мұны бұлай ұстап жүретін болсам, тұздығы төгіліп қалса қайтем? Өзімен бірге тамақ алып кетемін деген болсам, жақсылап көңіл бөлуіңіз керек қой. Мұнда жабатына бар, оны жақсылап жауып қойдым. Ыдысты тіке ұстасаң ештеңе болмайды. О, бұлай ма? Көліктің орындығына қоймай, тегіс жерге қойыңыз, жарай ма? Көліктің едені ме? Рас па? Абайлап ұстап жүріңіз дегенім ғой. Жақсы, түсіндім. Не? Бұл үйде бастық кім өзі? Тіпті айтарға сөзім жоқ. Алло, ханым, бұл мен ғой, Жинжу.
Жоға, сіз ұнататын тағам әзірлеген едік қой, соны апарып берсем дегенім. Иә, дәмін татып көріңіздер. Апа, бүгін дәмді тағамдар өте көп қой. Жинжу ханым үйінен әзірлеп әкеп берді. Қымбаттым, ол біздің Шихион мен өзінің қайынсіңлісін жақынырақ таныстырғысы келетін сияқты. Барынша тырысып жүр. Солай ма? Жастар бірін-бірін ұнатса болды ғой. Жоқ, әке, сіздерге ұнаса мен қарсы емеспін ғой. Иә. Өй, сен де. Қымбаттым, біздің Шихион сондай жігіт қой, барлығы оны әкесінің баласы деп атайды. Бұлай жалғаса беруі де дұрыс емес. Не болды? Қалай екен? Өте дәмді. Сөйлегім де келмейді. Солай ма? Дәмді ме, Хожунже? Өте дәмді. Сөйлегім де келмейді. Құдайым ай, біз сені беделді адам болсын деп Жунже деп атадық. Біздің ұлымыз беделді адам болу үшін алдымен күйеуім бай болу керек емес пе? Сен қашан байисың? Кішкене күте тұршы, кішкене. Мен сені басыңнан аяғына дейін алтынға малып беделді ханым қыламын. Көрде тұр. Осыдан солай істемей көр. Міне етші. Қымбаттым, дәмді емес пе? Жоға, өте дәмді. Өзің де жесеңші, Чихион. Яке. Сен де жесеңші. Жоқ, әке, мен балыққа аллергиян болған соң жей алмаймын. Қымбаттым, Жинжу жаңа үй қызметшісін алған естіген едім. Бұл жолы жақсысын таңдаған сияқты ғой. Қымбаттым. Намхатша, Иә. сен соңғы кездері Жунжемен хабарласып бедің. Бүгін ұлыңыздың туған күні болған соң есіңізге алған сияқтысыз ғой. Осы жазға дейін Самсон ауданында тұрған болатын. Тағы да басқа жаққа көшіп кеткен болу керек. Оның жаңа мекен жайын білу оңай емес. Не істеп жүр өзі? Ол ақымақты ма? Осыдан Енді дауласқандарыңызды қою керек. дауласқан нес. Әке мен баланың арасында жай кикілшін ғой. Сен болған соң ғана айтып отырмын, бірақ менің туған ұлым ол Жунже ғой. Мен енді оны іздеп тауып, өз жаныма тартуым керек. Бұл мен. Бүгін оның туған күні. Ол сол жерге барады деп ойлаймын. Қайда тұратынын анықта. Оны іздеп тапқан соң, көзін жой. Мені танисыз ба? Тағы бір рет сұрайым. Мені танисыз ба? Қане, тоқта! Ол қызды ұстай тұрыңыз.
Қалайша тез жүгіреді өзі. Көп рахмет сізге. Ол аквариумға рұқсатсыз кіріп кетті. Біз оны жауапқа алуымыз керек. Я білем. Не дейсіз? Йоңдоң бөлімшесінің қылмыстық тергеу бөлімінің қызметкері Хон Дong Пёмын. Бізге хабар келген. Қашан үлгердіңіз? Кім хабарласты? Жоқ, мен емес. Қауіпсіздік қызметі болар. Сіз осы жерге жауап беретін бедіңіз? Иә. Мінекей. Бұл қыздың осы жерге кіріп кетуінің өзі сіздердің ағаттықтарыңыз болып саналады. Әлбетте мұндай жағдайда сіздер бірінші әрекет етулеріңіз керек еді. Тағы да қосымша тергеу жұмыстары керек болуы мүмкін. Жақсы, түсіндім. Менімен бірге баруыңызға тура келеді. Ол қызды шынымен де тұтқындады ғой, е? Мен сізді құтқару үшін солай істеді деп ойламаңыз. Мен бір нәрсені міндетті түрде анықтауым керек. Сондықтан маған жауап беріңіз. Мына суретте. Неге бірге жүрміз? Хожунже мен неге мен бұл жерде жүрмін? Менің есімімді білесіз бе? Мені танисыз ғой, иә? Мені танымайсыз ба? Танисыз ба, танымайсыз ба? Сен мені танисың ғой. Менің есімді де білесің. Біз Испанияда бірге болдық. Бірақ мен неге сені білмеймін? Сен кімсің? Жарайды. Есімің кім? Есімім жоқ. Есімім жоқ деймісің? Иә. Есімің жоқ болса да, оғаш мінезді адам емессің деді. Кім? Бір жақсы адам. Кім айтса да өзі де бір түрлі адам болған шығар. Мұны айтып тұрған сөзің, істеген қылықтарыңның өзі бір түрлі. Мүмкін корей тілін жақсы білмейтін шығарсың. Шетелде тұрып бедің? Шыныңды айт. Соңғы рет сұрайым. Испанияда біздің арамызда не болды? Сен екеуміз бұрын кездескенімізге сенімдімін. Бірақ менің есімде ештеңе жоқ. Әлде мен білмейтін бір жағдай болды ма? Маған айтарың жоқ қой, е? Менің білгім келетін дүниелер көп. Демек, сенің маған айтар сөзің жоқ болса, онда бірге жүрудің қажеті де жоқ. Сен ештеңе айтқың келмейді ме? Не болды? Маған айтар сөзің бар ма? Онда соңымнан ерме.
Сіздің мұрныңыз өте әдемі екен. Мүлдем ота жасатпаңыз. А мені біртүрлі адам деп ойлап қалмаңыз. Алаяқ емеспін, көріп келмін. Бәрін көре алам. Ешкім көре алмайтын дүниені көре берем. Түсінесіз бе? Нені көресіз? Сізге ата-бабаңыз батасын бермеген ғой. Мына мұрныңыз өте көп жағымсыз энергияны тоқтатып тұр. Бірақ бұл да уақытша. Сіздің мұрныңыз әдемі болғанымен, ата-баба батасын алмасаңыз, жағымсыз энергияны көп ұстап тұра алмайсыз. Ата-баба деген не? Не дейді? Сізді дүниеге әкелген ата-анаңыздың ата-аналары, олардың ата-аналарының ата-аналарын ата-баба дейді. Мен оларды сезіп тұрмын. Бірақ олар жер астында жатқан жоқ қой. Жер астында жатпаса, онда қайда? Су астында? Демек, жерлемей олардың күлін су бетіне шаштыңыздар ма? Түсінікті. Бұл маңызды емес. Ата-бабаңыздың жылап жатқаны маңызды. Олар неге жылауы керек? Неге дейді? Олардың ұрпақтары өз борыштарын өтемеген соң жылайды ғой. Міне, қараңыз. Борыш. Бұл борыш деген сөз. Түсінемісіз? Ал егер оны керісінше айналдырып оқитын болсақ болады. Егер сүйіктім деген сөзге нүкте қойса, бөтен адам деген сөз шығады емес пе? Бұл да сол сияқты. Борыш деген сөзді керісінше айналдырып оқса, қандай сөз пайда болады? Құдайым-ай, міне, қараңыз. Қандай сөз пайда болды? Иә, дұрыс, сәттілік деген сөз, дұрыс. Бұл не дегеніміз? Егер өтейтін борыш бар болса, онда сәттілік бірге жүреді. Мен айтып тұрған бұл нәрсе ғылыми түрде дәлелденген болатын. Қалай түсінбейсіз? Жігеріңіз мықты екен. Жігеріңіз мықты әрі дөрекі көрінесіз. Кешіріңіз, алдымен анау көлік тұрағына барсақ. Біздің бөлім сол жерде жұмыс істейді. Жүріңіз. Барайық. Жүріңіз. Не болды? Не, сіз кімсіз? Мен ба? Мен сенің ата-бабаң. Мен ботадай боздап жыладым ғой. Бұлай болмайды. Ұрпағымның осылай өмір сүріп жүргеніне қол қусырып қарап тұра алмадым. Сондықтан сені түзу жолға салайын деп келдім. Расында да, сен кімсің өзі? Өй, сені ме? Ей, болды, жетер енді. Сен не ұрлықшы ма едің? Мен тап қазір полицияға хабарлайым. Қазір қоңырау шалам. Сонан кейін өкініп жүрме. Қазір. Болды, қайтар әмиянымды. Әмиянымды қайтарсаң, тыныш кете салам. Жеке басыма қатысты жағдай болған соң солай істедім. Жарайды. Сен әлі ештеңе түсінбейтін сияқтысың ғой. Сондықтан айтып тұрмын, әлгі жігіт сияқты адамдармен еруге болмайды. Мұндай адамдардың сөзіне еретін болсаң, сені көктенсіз қалдырады. Ұқтың ба?
Янамду. Не болды? Не істеп жатырсың? Бұл не қылғаның? Мылтықпен атып жатыр. Атып жатыр дейді. Бұл мылтық емес. Қозғалмай тыныш жат. Жунже, мен сені қорғаймын. Кім кімді қорғайды? Ей! Көзіңді аш. Мені жақсылап тыңда. Өзгеден бұрын алдымен өзіңді қорғауың керек. Керектілігі солай. Өзгені қорғау ақмақтық. Түсіндің бе? Ақмақтық. От ыстық емес пе? Сен өзімен тыңдап отырмысың? Ананы ұстап көрсе, ыстық шығар, я? Шынымен де от шашуды бірінші рет көріп тұрмысың? От шашу? Хан деп аталатын өзен бар. Әр күз сайын ол жерде от шашу болады. Ол сондай әдемі. Келесі жолы сәті түссе бірге тамашалаймыз. Қалай қарайсың? От шашу деймісің? Иә. Шынымен де бірінші рет көріп тұрсың ба? Оны қолмен ұстап көре алмайсың. Әне қара. Аспанға көтеріле салысымен жоқ болып кетеді. Барлығы не істеп жатыр? Суретке түсіріп жатыр ғой. Суретке түсіріп жатыр дейді. Ал ол не? Жоқ, сен шынымен де білмеген соң сұрап тұрсың ба? Міне, бұлай істейді. Дейді ғой. Ал сен неге суретке түсірмейсің? Барлығы түсіріп жатыр емес пе? Жай, есте сақтасам болғаны. Осы жерге сақтайсың ба? Негізі, әдемі жақсы заттар ұзақ сақталмайды, Жунже. Барлығын өз көзімен көріп, өз жүрегіне сақтағаның дұрыс. Кейін көңілің жабырқаңқы болған кезде осыны есің аласың. Сол кезде от шашу қандай әдемі болды. Сол күн өте тамаша күн болған еді деп есіңе аласың, жарай ма? От шашу қандай керемет болды деп. Солай, балапаным. Апа, біз келесі жолы тағы да келеміз ғой, я? Әрине келеміз. Оннан кейін деме? Оннан кейін деме? Рас айтамысың, апа? Айтпақшы, сен неге бұрыннан таныс сияқты маған сен деп сөйлейсің? Ендеше мен де саған сен деп сөйлейін. Гольф көреміз бе? 1 минут. Апай? Болды. Гольф көре беріңдер. Рахмет. Не үшін ол кісіге рахмет айтып отырсың? Бұл біздің теледидар, біздің үйіміз ғой. Сен неге ол кісінің айтқанын тыңдай бересің? Білмейм. Сол кісі бірден айтса болды, мен бірден орындайым. Иә. Дәл қазір артынан аңдып отырмын.
бір қызбен бірге жүр. Бірақ оның бұл жерге келетінін қайдан білесің? Ол бала кезінен сол жерге баратын. Ер жетсе де әлі сол әдеттің қалмаған сияқты ғой. Жүнже, сен қайда барасың? Апам екеуміз менің туған күнімде кездесеміз деп келіскен болатынбыз. Апам мені күтіп қалған болар. Жібер! Солай ма? Жақсы, онда бара бер. Сенің анаң ол жерге бармайды. Өйткені әкең анаңа көп ақша берді. Ал егер анаң сенімен кездесетін болса, онда ол ақшаны қайтару керек болады. Анаң саған еш нәрсе айтпай, неге жоқ болып кетті деп ойлайсың? Жоқ. Менің апам ондай емес. Менің апам ондай адам емес. Тағы не болып қалды? Анасымен кездесуге барам дейді. Ей, оңбаған. Қане, бөлмеңе бар. Неге балаға дауыс көтересің? Онсыз да жан жаралы ғой. Жоқ. Апам менімен кездесу үшін келеді. Жүнже, жылама. Сен жыласаң, маған да қиын ғой. Жүнже, кешір мені. Менің бұл үйге талай еңбегім сіңді. Мұрагерлік құқығы мәселесі көтерілген кезде күйеуім өзі туған ұлын іздей бастады. Бүгін қалайда оның қайда тұратынын анықтап біл. Ұқтың ба? Мен бар кезде сен де барсың. Тұтқаны қоям, ол келе жатқан сияқты. Неге менің соңымнан ере бересің? Менің енді кетуім керек. Ей, саған не керек? Мен де бірге барсам бола ма? Менімен бірге ме? Қайда? Менің үйіме ме? Иә. Жоқ, болмайды. Неге? Болмайды. Қыз баланың жігіттің үйіне барғанын қайдан көрдің? Сенің атанаң білсе, не дейтінін білемісің? Менің атанам жоқ. Олай болса жауап бер. Сен екеуміз бір-бірімізді танимыз ғой, е? Арамызда қандай да бір жағдай болды ғой. Не көрдің бе? Сенің жауап бергің келмейді. Сендей сыры көп қызды қалайша үйіме ертіп барам? Қолыңды әкел. Кейін маған қандай да айтар сөзің болса, сол кезде хабарласарсың. Білген істесін. Мен ол қызды танымаймын ғой. Сеулге келгеніме қуаныштымын. Сен шынымен де Сеулді білмейсің бе? Бұл кім болды екен? Суып кетті, терезені жабам. Сенімен бірге жүрген ұнайды. Мен сені сүйем. Ей, мен бір нәрсені нақтылауым керек. Сондықтан әлгі сөзді айт. Нені? Әлгі сөзше, мен сені Болды, керек емес. Кейін. Ей, бұл тағы кім болды екен?
әттеген-ай. Қап! Сен әлі де соны қарап тұрсың ба? Иә. Жәдігерлердің арасынан осындай өнер туындысы көрдің бе? Жоқ. Чосон дәуірінде шыныға салынған бұл сурет тым қазіргі заманға ұқсамай ма? Чосон дәуіріндегі адам қалайша мұндай сурет салған? Профессор бұл суретті уақыт саяхатшысы немесе көріпке салуы мүмкін дейді. Неге екенін білмеймін. Бірақ менің бір танысыма қатты ұқсайды. Ол кім? Бір жігіт. Бүгін оның туған күні. Төрлет. Бұл қызды үйге еріп келгенің қалай? Есіңнен адастың ба? Мен естіп қойдым ма? Мұнда жейтін дым жоқ па? Ол жерде жейтін нәрсе болушы ма еді? Бергел. Бикеш, сіздің үйіңіз қайда? Айтыңызшы. Үйім алыста. Менікі де алыста, менің үйім Намяңда. Менің үйім шынымен де алыс. Иә. Мінезі де бір түрлі, сөйлеу мәнерімен киген киімі де бір түрлі екен. Сөзіміз жараспайтын сияқты, маған үйлеспейді. Саған үйлесе не қылайын деп едің? Біреу сені қызбен таныстырып отыр ма? Ей, бәріміз бір үйде тұрып жатқан жоқпыз ба? Бір үйде тұрған ұнайтын сияқты ғой. Сен екеуің маған масыл болып отырсыңдар. Екеуің де кетіңдер. Айтқан сөзің қара, неткен қатыгез едің. Тео екеуміз кететін болсақ, сонда екеуің бұл үйде не істемексіңдер? Бұл қыз осы жерде тұрады деп пе едің? Мен бір нәрсеге көз жеткізуім керек болған соң оны ертіп келдім. Неге көз жеткізуің керек екен? Ей, шығарма ол затты. Сен бұл не екенін білесің ғой, иә? Білесің бе? Иә. Бұл сенікі ме? Мен мұны саған беріп едім ғой. Берген екенсіз ғой. Сыйлаған боларсыз. Маған бердің бе? Иә, саған бұл зат ұнап қалған соң бердім. Иә, ұнатып қалған рас. Бірақ бұл зат біреуге ұнап қалса тегін бере салатын зат емес еді. Менің үйімде мұндай зат көп. Көп пе? Иә, іздеп көрсең өте көп. Солай ма? Іздеп көрсең өте көп екен ғой. Жунша, ендеше бұл қызға біраз уақыт осы үйде тұруға рұқсат етейік. Сен неге болмайтын нәрсені айтасың осы? Неге болмайды? Сеулде еш таныстар жоқ емес пе? Шынымен де сенің үйіңде осындай заттар көп пе? Иә. Біз... Жоқ, мен көмектесем. Сеулдегі қиын өмірмен қалай күресу керек екен көрсетем. Ал сен кейін менің саған жасаған жақсылығымды ұмытып кетпе. Үйіңе қайтып оралған кезде саған жасаған жақсылығымды қайтарғың келсе, заттай қайтарсаң да болады. Жоқ, керек емес. Мына білезік менің есімде. Бірақ сенің бұны маған бергенің неге есімде жоқ? Бұл өзі қалай ақылға қонады? Міне, көрдің бе? Сөйлесіп отырып қандай да бір маңызды сұрақтар қойсаң, аузыңа құм құйылғандай болады. Ей, сабыр ет. Оның да бір себебі бар шығар. Сенің есімің кім? Оның есімі жоқ.
Есімі жоқ па? Неге бәрі менің есімімді сұрай береді? Өте қызық сұрақ, керемет. Адамдар сені шақырар кезде атыңды атап шақыру керек қой. Сол үшін есімің қажет. Есімім жоқ болса шақыра алмай ма? Сонда да бұл қиындау болады. Егер менің есімім болса, мені де атыммен атайсың ба? Есімің болса атаймын ғой. Олай болса маған да есім бер. Нені бер дейді? Мен саған есім қоятын орталық бердім. Маған да бір есім берсеңші. Адамды бір көрген кезде ойға қандай да бір сөз келеді ғой. Ішкі сезімді айтып тұрмын. Бұл адамға тән қасиет. Өзіңе қарасам, Хеббон есімі ойыма келеді. Одри Хеббон. Римдегі демалыс атты киноны көрсең, онда айналасын танымай адасып жүрген бегіне қаншайым болады. Саған қарасам, менде сондай сезім пайда болады. Одри деген есімге қалай қарайсың? Тегі о, есімі Дери. Одери. Одери дейді. Онан да Чим Чон И болсын. Ол не Чимбонсаңның қызы деп педің? Ол шынымен де ақымақ қыз ғой. Бұл қызға осы есім жарасады. Адамның есімі болып, тегі болмаған болмайды ғой. Маған ұнайды. Қайта ұнағаны? Бұл сені ақымақ қыз деп мазақ етіп отыр. Маған Чимчон деген есім ұнайды. Ұнайды. Бұл есім өзіне жарасатын көрінеді. Есім таңдау біледі екен. Иә, солай. Сенің есімің кім? Менің есімім Тео. Менің есімім Чимчон И. Бүгін сенің туған күнің ғой, сондықтан торт әкелдім. Үйге бара жатқанда үйіңде қонақ бар екен ғой. Бұл кім? Сәлем. Мені Чимчон И деп атасаң болады. Жақсы. Құдайым-ай. Бұл не қылғаның? Саған не болды? Түс дейім, қане түс. Түс дедім ғой. Жоқ. Менен түс. Түс менен. Жоқ, қорқамын. Түс дедім саған. Қорқамын деймін. Түс қане. Қане? Тортты шырақты сөндірген соң жейсің. Қане, туған күн әнін айтайық. Туған күнің мен. Тұр, алдымен шырақтарды алып тастайын. Чоңи, ала бер. О, құдайым-ай. Сенен ешкім тартып алайын деп жатқан жоқ қой, асықпай же. Жунже, сен де жеп көр. Қажет емес, өзім жейм. Жесеңші, шияның қолын қайтармасаңшы. Сені ме? Айтпақшы, Жунже, сен келесі аптада жын профессор ұйымдастырып жатқан кешке барасың ба? Мен ол кісімен ертең кездесем, оған айтар сөзім бар. Жын профессор жаңа жоба бастаған сайын көңілі қалай жабырқайтынын білемісің? Ол кісі көмектессең жақсы болар еді деп өзі айтқан болатын. Әрине көмектесеміз. Сонымен әлгі қыз осы үйде тұратын болды ма? Мен оны райынан қайтармақ болдым. Бірақ Жунже сондай мейірбан жан. Оның үстіне әлгі қыз ақыл есінен адасқан сияқты ғой, сондықтан ол қызға жан ашыған тәрізді. Бірақ сен еш уайымдай берме. Сол қызға бола неге сонша уайымдайсың? Ол тіпті өзінің атын да білмейді. Ай, білмеймін. Сен бұл үйден ешқайда кетпе. Қалдашыда.
Екеуін оңаша қалдырма. Жақсы, жақсы. Жарайды. Жоғары көтеріл. Мен осында тұрам ба? Есіңді жи, тұрған несі? Менің сенен сұрайтын бір нәрселер болған соң, уақытша үйімде қалуға рұқсат еттім. Тек бірнеше күнге ғана. Рахмет, Джунже. Әрине маған рахмет айтуың керек. Енді тынышталда, ұйықта. Жақсы. Ей, бәрі естіліп тұр. Көп қабатты үй шулы болған соң, жер үйге көштім. Түннің бір уағында далаға қуып шыққанымды қалайсың ба? Құдайым-ай. Джунже, таң атты. Таңғы ас ішейік. Дәмді тамақ әзірлеймін. Иә, тезірек баста. Тезірек дайындасаң жақсы болар еді. Ойға қонымсыз заттарды жасай алады екенсің. Енді адам тұратын үй сияқты тамаша. Тоңазытқыштың ішіндегі сүт қайда кетті? Мұнда қарным ашты деген бір кісі барлығын ішіп қойды. Үйге ұқсамай кетті ғой өзі. Жаңа ғана адам тұратын үй сияқты деген едің ғой. Өй! Сен де менің айтқаным дұрыс деп ойлайсың ба? Сіз кімсіз? Газет алмайсыз ба? Мен Мьонсон Илбо газет баспасынан боламын. Жоқ, рахмет. Газетіміз бар. Сау болыңыз. Үйде біреу бар ма? Газет аласыз ба? Үйде біреу бар ма деймін? Газет алыңыздар. Үйде біреу бар ма? Газет алыңыз. Үйде біреу бар ма? Газет алыңыз. Не керек саған? Газет алыңыз, қолма-қол ақшаға берем. Ей, сен осы газет үшін мені ұйқыдан ояттың ба? Ей, сен не істеп тұрсың? Не істеп тұрғаныңды көрдім. Сен нені белгілеп жатырсың, а? Сен ұрысың ғой, а? Өй, сені ме? Тұрған жеріңнен қозғалма. Сен не істеп тұрсың? Оңбаған неме? Рахмет, сау болыңыз.
Бұл не болды? Ол жерге неге бардым екен? Расында да бұл не болды өзі? Янамды тыңдап тұрмын. Жуже, тоқта. Не болды? Алдыңа қара, алдыңа. Ей, Не болды? біздің көршіде адамға қастандық жасалыпты, кісі өлді дейді. Не? Те оға үйге келме деп хабарластым. Қане, көлікті тезірек кер бұр. Ол жерде хоң тергеуші жүр, хоң тергеуші. Сені ұстай алмай жүрген әлгі хоң тергеуші деймін. 3 жыл бұрын сенің түріңді көрді емес пе? Үйде чоңый жалғыз қалды. Сәл жалғыз бола тұрса ештеңе етпейді. Тезірек көлікті бұр. Бұл жерде ұзақ тұрсақ күдік тудырамыз. Тезірек. Кешенді тергеу жүргізек деп айттым ғой. Саған не болды? Бұл саған қарайтын аудан емес қой. Кісі өлтірген қылмыс құралы балға ғой. Демек бұл да Мадайон. Тек Мадайон ғана балғаны кісі өлтіретін құрал ретінде қолданады деп пе едің? Қаза тапқан қарызға ақша беріп пайда көрген адам екен. 100% қылмысты қайдан көрдің? Алдымен барлық мүмкіндіктерді қарастырайық. Менің ойлағанымдай болмаса, бұл істе доғарам. Расында да. Жунже неге келмей жатыр? Ей, менің көзіме көрінбе деп айттым емес пе? Менің әйелімнен не жасырғаныңыз бар? Сенің соңына дейін ештеңе білмей өткенің дұрыс ет. Сіз ештеңе айтпасаңыз да. Онда сол шындықтың бетін ашайын. Сенің әкең ол. Не болды? Қозғалсаңшы. Ей, сөйле. Өліп қалды ма? Жунже келді ғой деймін. Мені жақсылап тыңда. Өзгеден бұрын алдымен өзіңді қорғауың керек. Кезектілігі солай. Өзгені қорғау ақмақтық. Түсіндің бе? Ақмақтық. Аға, жолдан бұлай тұр. Не? Сенде ақмақ болғың келмесе бұлай тұр. Не дейсің? Ей, Жунже! Жунже, қой дейм. Ей, Жунже! 4-ші бөлімнің соңы. Фильм шаһар телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып тығысталды.